Мен Ешмұхан Әлфия Бекболсынқызы, Ақтөбе өңірлік Құдайберген Жұбанов атындағы жоғарғы колледждің құқықтану факультетінің 1-ші курс студенті. Абай Құнанбайұлы қан сонарда бүркітші шығаданға. Қан сонарда бүркітші шығаданға, тастан түлкі табылар аңдығанға, жақсы атпен тату жолдас бір ғанибет, ыңғайлы ықшам киім аңшадамға. Салаң етіп жолықса қайтқан ізің, сағадан сымпан қағып іш шалғанда, бүркітші тау басында қағуш ойда, іздің бетін түзетіп аңдығанда, томағасын тартқанда бір қырымнан, қыран құс көзі көріп самғағанда, төмен ұшсам түлкі өрлеп құтылар деп, қанды көз қайқан қағып шықса аспанға, көре тұра қалады қашқан түлкі, құтылмасын білген соң қорғашқанға, аузын ашып қоқақтап тісін қайрап, ол да талас қылмай ма шыбын жанға. Қызық көрер, көңілді болсаншылар, шабар жерін қарамай жығылғанға. Қырық пышақпен қыржыңдап тұрған түлкі, ода осал жау емес қыранпанға. 8 найза қолында көз аудармай, батырда аял қылмайды ертең таңға. Қанат, құйрық суылда бысқырады, көктен қыран сорғалап құйғылғанда, жарқ-жұрқ етіп екеуі айқасады, жеке батыр шыққандай қан майданға. Біреуі көк, біреуі жер тағысы, адам үшін батысып қызылқанға. Қар аппақ, бүркіт қара, түлкі қызыл, ұқсайды хасса сұлу шомылғанға. Қара шашын көтеріп екі шынтақ, о да бүлк-бүлк етпей ме сипанғанда. Әппақ ет, қып-қызыл бет жап-жалаңаш, қара шаш, қызыл жүзді жасырғанда. Күйеуі ер қалыңдығы сұлу болып, және ұқсар тар төсекте жалғасқанда. Арт жағынан жауырыны бүлкілдейді, қыран бүкте басына дәл басқанда, құсыда иесі де қоразданар, 62 айлалы түлкі алғанда. Үйірімен 3-9 деп жымыңдаса, жас үлкен жанына байлағанда, әр сөзін бір ойлап салмақтасаң, мұны оқса жігіттер аңшы оқысын, біле алмассың құс салып дәм татпасаң.